Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз пончик жасайтын боламыз. Бір жасағанда өте дәмді болып шығады. Құрамы: ұн, 2 жұмыртқа, қант, ашытқы, қопсытқыш, ерітілген май. Ең бірінші біз нанымызды илеп аламыз. Ол үшін біз ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Ашытқымызды саламыз. Қантымыздың 2 ас қасығын салып, бірге араластырып аламыз. Менде мұнда түспей қалыпты. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқымыз көтерілгенше. Ашытқымыз көтерілді. Енді қалған қантымызды және жұмыртқамызды, 2 жұмыртқамызды қостық. Қопсытқышымызды салдық. Ерітілген майдан 1 қасық құйдым. Ұнымызды салып, барлығын араластырып, нан илеп аламыз. Нанымыз міндетті түрде жұмсақ болуы қажет. Осылай нанды илеп алып, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген нанымызды алып, 1 сантиметр қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін кесенің көмегімен дөңгелекше қылып кесіп аламыз. Ортасын тесіп алу үшін мен соктың қақпағын қолдандым. Барлығын өстіп кесіп алғаннан кейін жылы жерге жауып қойып қоямыз. Көтерілу керек міндетті түрде. Майымызды қыздырып алдық. Астын азайтып қоямыз нанымызды салған кезде. Өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін. Барлығын өстіп таяқшаның көмегімен пісіріп аламыз. Bir жағынан Қазақстан шоколадтың ағын және қарасын алып, су моншасында ертіп аламыз. Кішкене сливки қосып, өстіп ертіп алдым. 33%-лық сливки. Және өстіп бетіне жағып аламыз. Бетіне посыпкасын сеуіп шығамыз. Және де ақ шоколадты да дәл осылай ертіп алдым. Сливки қостым. Өстіп әдемі ғып жағып алып, бетіне посыпкасын сеуіп шығамыз. Беті қатқанша мен кішкене холодильникке салып қойдым. Менде осылай болып шықты. Сіздерге ас болсын. Каналыма жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осындай әдемі пончиктар шықты. Жасап көрулеріңізге болады. Bir жасағанда дәмді шығады.